Сәлем достар, бүгінгі видеода алдыңға алған гауһар тасты кесемді айтқым келеді. Міне, жартысын істедім, жартысын келесі аяқталғасын көрсетемін. Үш бөлікке бөлген себебім өзіме ыңғайлы болу үшін. Көбіне интернетте қарадым, үш бөлікті канцелярский пышақпен кеседі. Бірақ маған ыңғайсыз болғасын өзім қайшымен қидым. Көбіне алады, қағазды аласын, қисаңыз болатын үстінде қағазды, керекті жерлерін өзіңге ыңғайлы етіп, бос уақытыңызда жабыстырсаңыз болады. Қайырып қойып. Аяқталған жұмыстарын көрсетейін. Күнге жалтырайды, жарыққа. Балдарға сыйлық ретінде берсеңіз болады, или балдардың өзі істесе болады. Оңай жабыстыру. Жұмыстарымыз. Сіңілім де үлесін қосты. Керемет. Сыйлықтардың бірі сатушыдан. Сыйлықтары қоян бар екен, үкі бар екен, тиын, улитка. Балдарға да болатыны істесе. Өте керемет, жақсы көреді осындай жануарларды. Сыйлығы сатушыдан. Алмаздары, гауһар тастары қосымша. Тағы да сыйлық айта кетейін. Қорапша салып жүріпті сыйлыққа. Үшеуін салып жүрген. Өте керемет, ыңғайлы. Алмаздарын сақтап қойға болады. Тағы бір сыйлықтардың бірі анда пакеттікте салып жүріпті. Амирация ретінде қойып қоям. Кестемді ішіне аз салып жүріпті, бірақ базардан сатып алдым. Көрсетейін, сатып алғанымда өте ыңғайлы пакеттіктер. 3 теңгеден сатып алдым, $1. Өте керемет. Егер алмаздың вышивканы алдыңыз келсе, 10% скидка сізге. Мына номерация не үшін деп ойлайсыз? Соны көрсетейін. Ашқан кезде символдар тұрады. Сол символдарды іздеп, көрсетіп жіберейін. Арасына іздейміз. 166 307 Т деген символдар көрейік. $9.77 бар екен. $9.77 тауып, соны жабыстырамыз. Символдар арқылы тауып. 9.77. Мынандай символ тауып, жабыстырамыз. Қызық болса, келесі видеода үйретейін. Сыйлықтар көбінесе береді, скидка да береді сатушы.
наручканы көрсөтүп жиберейин. Сатуусудан сыйлык. Унаса лайк басамыз. Сау болуңуз. Комментарий калдырыңыз.